Бүгін мен сіздерге өмірінде түрлі қиындықтары бола тұра, алдына мақсат қойып, аңсаған арманына жеткен танымал тұлғалар туралы айтпақпын. Кейінгі жастардың бірі білсе, бірі білмес. Ендеше сонау 90-шы жылдары атақтары жер жарған Голливуд пен Болливуд әртістерінен бастайық. Терминатор киносын көрмеген жан жоқ шығар. Ал осы киноның басты рөлін сомдаған Арнольд Шварценеггер бірден кино актері, әртіс болып кетпеген. Иә, ол бодибилдингқа, яғни дене бұлшық еттерін өсіретін спорт түріне қатты қызығып, тіпті сол спорт түрі бойынша бірнеше рет жарыстардан топ жарған. Бірақ Голливудты бағындырамын деген ой Арнольдта мүлдем болмаған. Алайда оған бірнеше рет киноға ұсыныс түскенде бас тартпаған Арнольд бірнеше киноға түссе де кино режиссерлерінің ашуына тиген. Себебі Шварценеггер роль сомдауға өте икемсіз болатын. Әртістік қабілет мүлдем болмаған. Ақыр аяғында одан барлық режиссерлер бас тартқан. Арнольд Шварценеггер швейцариялық болғандықтан неміс тілін еркін меңгерсе де, америкалық сөйлеу мәнерінде акцент болғандықтан да көптеген киноға жарамаған. Ал тіл мәселесімен әртістік қабілет болмаса қайдан кино әртісі болсын? Жо. Бірақ ол тек бодибилдингпен қана шектелмей, енді қосымша әртістік сабақтарға қатысып, білім алумен болады. Күндіз-түні жаттығып, тіпті жеке басының демалысына да уақыты болмайды. Аз ұйықтап көп еңбектенеді. Бірде оған атақты Джеймс Кэмеронның көзі түседі. Оған да дәл осындай акценті таза емес, қара күш, бойы ұзын, денесі қорғасын іспетті кейіпкер қажет болатын. Ал ол кино Терминатор болатын. Міне осы кино Арнольдтың оң жамбасына дөп түсіп, кино әртісі де, режиссер де бағы жанып шыға келді. Ал бұдан әрі Шварценеггер Голливудтың жұлдызына айналды. Ал әйгілі Рэмбо фильмін білмейтін жан жоқ шығар. Сол Рэмбо фильмін атағы жер жарған Сильвестр Сталлоне ойнағаны белгілі. Сильвестр жас кезінде өте аурушаң, әлжуаз бала болған. Тіпті арық әрі түр әлпетінің ұсқынсыз болғандығы соншалықты, онымен бірге ойнайтын достары үнемі мазақ ететін болған. Тіпті Сильвестрді отбасы да жақтырмаған сыңайлы. Себебі әкесі өгей болған. Анасы да мейірімсіздеу болғанға ұқсайды. Бір сөзбен айтқанда қараусыз, көшеде өскен Сильвестр үнемі біреулерден таяқ жейтін балалардың қатарынан болған. Осындай мектеп қабырғасында жүрген сәттердің бірінде арық әрі әлжуаз Сильвестр спортпен шындап шұғылдана бастаған. Тіпті бір жылға жуық тынымсыз еңбектің арқасында денесінің бұлшық еттерін кәдімгідей өсірген ол, енді үнемі таяқ жеумен ғана емес, тіпті енді бұзақылардың өздерін де сабап жіберетін кездері жиі кездесе бастаған. Бірақ Сильвестрдің алдына қойған мақсаты төбелес емес, мықты кино әртісі болу еді. Ол енді бозбала шаққа жеткенде сабақты қарық қылып оқымаса да, әртістік курстардың бірінен соң біріне жазылып, ол курстың ақшасын табу үшін түнгі ауысымдарда жұмыс істеп, өзінің мықты кино әртісі боламын деген арманына жету жолында аянбай тер төгеді. Мықты әртіс қандай болуы қажет, ол соның барлығына жетуге тырысады. Осылайша түр әлпеті келіспеген, сүйкімсіз, арық, әлжуаз баладан еңбектің арқасында денесі шымыр, сұңғақ бойлы, сүйкімді жігітке айналады. Сонымен қатар әртістік қырын да әбден меңгереді. Ол осынау курстарға қатысу үшін мүлдем демалмайды десек қателеспейміз. Себебі күніне небәрі 3-4 сағат қана ұйықтаған ол үнемі өзін дамытумен болады. Әртістік білімінде спортты да қатар алып жүріп, спектакльдер мен шағын киноларда ойнап, өз аймағында аты да шыға бастайды. Бірақ Сталлоненің арманы Голливудты бағындыру еді. Ол үшін ол арманына жету жолында еш тоқтамайды. Бірнеше кино картиналарға түскенімен, олардың барлығы бірдей сәтті бола бермеген. Бірақ Сталлоне енді өзін режиссерлік қырынан сынап көрмек болады. Осылайша ол Рэмбо киносының сценарийін жазуға кіріседі. Алғашында сценарийдегі Рэмбо есімді кейіпкерді адам өлтіргіш, қаншер ретінде жазады. Бірақ ол сценарий өтпеген соң кейіннен аздап өзгерістер енгізеді. Ал сценарийі дайын болғанда бірнеше режиссерге көрсеткенде, олар қызығып, киноны бірге түсіруге ұсыныс жасайды. Бірақ Сталлоненің басты талабы бар еді. Ол киноның басты рөлінде өзім ойнаймын деп қасарысумен болады. Бірақ режиссерлер неге екенін кім білсін, сценарийге қанша қызықса да, бұл сценарийге Сталлонен емес, басқа кино әртістерін ұсынумен болады. Ал Сталлоне бұған мүлдем келіспейді. Осылайша қадалған жерден қан алмай қоймайтын Сильвестр өзіне өзі нық сеніммен әлгі Рэмбо киносын әйтеуір әупімдеп жүріп, режиссерлермен келісіп жүріп түсіріп, Рэмбоның рөлін бар жан-тәнімен өзі ойнап шығып, ал кино әлемге танылады. Тағы бір 90-шы жылдары атағы жер жарған Голливуд әртісі Жан-Клод Ван Дам. Ол спорттың карате түрімен белсенді айналысып, тіпті қара белбеуге дейін жетеді. Карате бойынша жарыстардан да бірнеше мәрте жеңімпаз атанады. Бірақ Ван Дамның арманы биікте еді. Оның да арманы аты әлемге танылған мықты Голливуд кино әртісі болу еді.
Сондай-ақ оның екінші арманы мол байлық болатын. Осылайша ол сол кездегі ең бай деген отбасындағы әйелді де барынша айналдырып, үйленіп те көреді. Бірақ оның басты арманы байлық емес, атақ, даңқ екенін сонда барып түсінген Ван Дам өзінің алғашқы арманы киноға түсуді жақсылап қолға ала бастайды. Оған бай әйелін де пайдаланып көреді. Бірақ одан ештеме шықпайтынын түсінген Ван Дам жоғарғы шыңға енді таза еңбекпен шығуды ойлап, тынымсыз үлкенді, кішілі кино картиналарға түсумен болады. Ол өзінің өзгелерден ерекшеленуі қажеттігін түсініп, түрлі трюктер арқылы танылып, шпагаттың неше түрімен әдемі дене, актерлік қабілет бәрін ұштастырып, өзінің бойындағы барлық мықты қасиеттерін дамыту арқылы өзіндік, ешкімге ұқсамайтын ерекше жол тауып, кино әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдырып, Голливуд кино әртісіне айналды. Енді европалықтардан бетімізді бері бұрып, қытайлық танымал тұлғалардың бірлі жарымына тоқталайық. Қытайлықтар дегенде Брюс Лиден бастарымыз анық. Брюс Ли ушу мен каратені әбден меңгеріп, осы екі спорттың ортасынан өзі жаңа спорт түрін ойлап тапты. Яғни тек қорғанып қана қоймай, қарсыластың шабуылдауға деген ниетін жою болып табылатын спорт түрі бүгінде кеңінен тарап келеді. Кішкентай айдаһар атанған, Қытайдың Гонконг қаласынан шыққан Брюс Ли де өзінің тынымсыз еңбегінің арқасында тек Қытайды ғана бағындырып қоймай, әлем елдеріне танылып, ол да Голливудты бағындырған тарихи аңызға айналған тұлға. Ол әрдайым өзінің шәкірттеріне адам бейне бір су секілді болуы керек. Яғни кез келген жерде сол қалыпқа айнала алатындай икемді әрі тамшының тасты жаратын күші болатындығы секілді мықты болуы қажет деген өзіндік тұжырымы бар болатын. Бұл жерден де біз Брюс Лидің тынымсыз еңбегінің арқасында жетістікке жеткендігін көреміз. Келесі қытайлық танымал кино актері әрине Джеки Чан. Джеки Чан әрдайым Брюс Лиді өзіне үлгі тұтады. Брюс Лидің қиын трюктерін тынымсыз қайталаумен болады. Оның арманы Брюс Лидің киноларында бірге ойнайтын кино әртісі, немесе сол кинодағы мықты каскадер болу еді. Ол өзін үздіксіз дамыту жолында Брюс Лидің каскадерлар командасына қатаң іріктеуден де өтіп, тіпті Брюс Лидің бірлі жарым киноларында шағын ғана рөлдерде каскадерлық міндетін атқарады. Бірақ Джеки Чанның ендігі арманы Брюс Ли секілді атақты болып, Голливудты бағындыру болатын. Бірақ ол бірнеше жыл еңбектенген соң Брюс Лиді қайталаудың, оның көшірмесі болудың ешкімге қажеті жоқ екендігін түсініп, Брюс Ли әлемде тек жалғыз екендігін мойындап, ал екінші Брюс Ли ешкімге қажет емес екенін ұғынып, енді ол басқа өзіндік жолын қалыптастыруға күш салады. Осылайша ол Брюс Лидің дәл өзіне айналмаса да, барлығын оған керісінше жасап көрмек болады. Мысалы, Брюс Ли кинода өзінің қарсыластарын ашумен, ызамен ұратын болса, Джеки Чан күліп жүріп төбелесуді әдетке айналдырады. Брюс Ли аяғын аспанға өте қатты көтерсе, Джеки Чан аяғын орташа көтереді. Брюс Ли қолына арнайы чаки, қылыш пен арнайы қаруларды қолданса, Джеки Чан жолында кездескен, қолына түскен заттарды қаруға айналдырып, қарсыласына қолдану әдістерімен ерекшеленеді. Міне осылайша Джеки Чан өзінің тапқырлығымен ерекшеленіп, ол да тынымсыз іздену мен еңбектің арқасында ат әлемге танылады. Бірақ Джеки Чан бұл жетістікке оңай жетпегені белгілі. Ол осы жолда жүріп, яғни түсірілім барысында 100-ден астам үлкенді кішілі жарақаттарға ұшырап, бірнеше жерлері сынып, шығып, талай қауіп-қатерге ұшыраған. Себебі Джеки Чан рөлдерінің ең қиын трюктерінің 99%-ын өзі орындайтын. Бүгінде Джеки Чан да әлемнің ықыласына бөленген табысты актер. Иә, өзі жетістікке қиындықпен жеткен ол балаларын қиындық көрмесін деп жылы, жұмсағын балаларының аузына тосқанымен, Джекидің баласы мен қызының тәрбиесі бүгінде ғаламшорды жаруда. Ал әлемге әйгілі боксер Мұхаммед Али ше. Ол да талмай ізденіп, еңбектенудің нәтижесінде әлемге танылды. Журналистер Мұхаммед Алиден сіз отжимания немесе приседанияны неше рет жасайсыз деп сұрағанда ол, мен отжимания мен приседанияны әбден қолын талған уақыттан бастап санай бастаймын демек еді. Ал оның шәкірті Майк Тайсон ше. Тайсон өзінің бір интервьюінде мен жаттығу жасау үшін далаға шыққан кезде бүкіл қала қалың ұйқыда жататын дейді. Міне, біз бұл аты аңызға айналған адамдарды бірі бай болған, бірінің тек әншейін жолы болғанда танымал болып шыға келген деп ойлаймыз. Бірақ ол мүлдем олай болмаған. Оның барлығы еңбекпен келген. Олардың ешқайсысы да бай бағлан болмағандығын өткен өмірлерінен байқаймыз. Оларда қарапайым адамдар болды. Бірақ қарапайым адамдардан бір ерекшелігі, олар жалықпай, талмай ізденіп, мақсатына жеткенше тыным таппайтын еңбекқор болды. Ал еңбек бәрінде жеңбек. Ендеше алдымызға мақсат қойып, соған жету жолында тынбай еңбектеніп, баршамыз арманымызға жетіп табысты болайық. Барлығы өзіміздің қолымызда.